Петропавл қаласының тұрғыны Константин колледж студенті. Дәнекерлеуші мамандығын игеріп жүрген ол оқуын аяқтап көрші Ресейге қоныс аударуды жоспарлап қойған. Айтуынша, Қазақстанда өмір сүру үшін жеткілікті жалақы жоқ. Сол себепті алдағы жылы оқуын тамамдап, жоғарғы оқу орнына Ресей университеттерінің біріне білім алуға кетпек. Планирую переехать в Россию, в город Санкт-Петербург. Ресейге көшуді жоспарлап қойдым. Таныстарым арқылы жақсы жалақы алуға болатынын білдім. Оның үстіне онда азық-түлік пен басқа да қызмет түрлері арзанырақ көрінеді. Ал Юрий Симко ағымдағы жылы Астана қаласында теміржолшы мамандығы бойынша оқуын аяқтаған. Дегенмен мамандығы бойынша жақсы жалақыға жұмыс таба алмай жүргенін айтады. Петропавлға қоныс аударып жұмыс іздегенімен нәтиже болмай отырған көрінеді. Енді достарының шақыртуымен Омбыға барып жұмысқа тұруға ниетті. Я именно планирую в Омск. Омбы қаласына көшетін ойым бар. Ол жақта жұмысқа орналасу жағы оңайырақ. Ал бізде барлық жерде тамыр-таныстық керек. Енді Қазақстанға білікті мамандар қажет болмаса, өз бағымды Омбыда сынап көрмекпін. Ол жерде барлығы қарапайым. Тіпті жоғары оқу орнына түссем де арнайы тәжірибе өтуім үшін де жалақы алады екенмін. Татьяна Никулина болса, қолына ресейлік паспортын алып, жүгінде жинап қойды. Бірер күннің ішінде көрші елге қоныс аудармақшы. Тәжірибелі мамандар Петропавлда жұмыс бабымен өсе алмай жүргенін, Ресейге көшіп бармасқа амал жоқтығын айтады. Приходится менять место жительства. Отбасымызбен көшіп жатырмыз. Жолдасымда өзімде жоғары білікті маманбыз. Балаларымызды Ресейге оқуға да түсіріп қойдық. Енді бәріміз бірге болу үшін көшіп барамыз. Оның үстіне ол жақта қызметтік өсу болады. Мысалы, біз Қазақстанда жұмысымызда өсе алмай жүрміз. Бірақ өзімде, күйеуімде тәжірибелі мамандармыз. Облыстық көші-қон басқармасының мәліметінше, жыл сайын солтүстік Қазақстан облысынан шетел асып кететіндер саны азаяр емес. Тек өткен жылғы ақпараттарға сүйенсек, облыстан 3344 адам көшіп кеткен. Айтуларынша, көбі көрші Ресей Федерациясына қоныс аударыпты. На территории Северо-Казахстанской области Биылғы жылыда облыстан көшіп кетушілер біршама. Қазірдің өзінде 2,5 мыңнан астам адам көшіп кеткен. 98% көрші Ресейге қоныс аударып жатыр. Сонымен қатар бізге бар жоғы 278 адам биыл көшіп келді. Былтыр бұл көрсеткіш 408 адамды құраған. Яғни биыл бізге келгендердің саны 32%-ға азайған. Дегенмен Петропавл қаласынан ел асып кетіп, қайта оралғандар да бар болып шықты. С города Петропавловска родился. Мен Петропавлда туып өстім, зауытта жұмыс істедім, үйлендім. Кейін әйелімді алып Сургут қаласына көшіп кеттік. Бастапқыда бәрі жақсы болды. Уақыт өте келе жұмыстан мәселелер туындай бастады. Қысқарту жалақы күннен күнге азайды. Соңында керемет өмір аяқталды. Туған жерімді сағына бастадым. Туысқандарым, бауырларым барлығы да осында тұрады. 2 ай болды Қазақстанға оралғанымызға. Уақытша такси жүргізушісі болып күн көріп жүрмін. Осында да жақсы жұмыс істеп ақша табуға болады. Ресейге көшуді қажет деп санамаймын. Туған жерімнен артық жер жоқ екеніне көзім жетті. Ал тағы бір қаһарманымыз Диана Рамазанова Астана қаласының тумасы. Отбасылық жағдайларына байланысты ол да Ресейге көшіп кеткен. Қазір Томск қаласындағы тұрғын жағдайының сонда біршама жақсарғанын айтады. Яғни күнделікті тапқан нәпақасы өмір сүруіне жетіп тұрады дейді. Астана қаласында жақсы жалақы төлейтін жұмыс табу қиын. Өздеріңіз білесіздер, бәрі қымбат, оған соң өмір сүруді қиын. Ал қазір мұндағы жағдайым жақсы. Бұл көрсеткіштердің тек солтүстік Қазақстан облысы бойынша ғана емес, республика бойынша да төмендемей тұрғаны байқалады. 2014 жылы шетелге тұрақты тұруға Қазақстан Республикасынан 31 мыңнан астам азамат арыз жазып кетті. Оның көбісі Ресейге, яғни 26.600, Германияға 2300, Белорусияға 1300 адам қоныс аударды. Енді керісінше айтсақ, біздің елімізге де сол басқа елдерден азаматтар қоныс аударуға тілек білдіріп өтініштерін жазып жатыр. Соның ішінде нақтырақ айтсақ 25.100 адам рұқсат алып ресімделді біздің елде. Оның ішінде Ресей азаматтарынан 4.400 адам, Өзбекстаннан 14.400, Қырғызстаннан 1.900 азамат біздің елге қоныс аударды. Бұл 2014 жылдың көрсеткіші. Ал көші-қон департаменті мамандарының айтуынша 2015 жылы көрсеткіштер әлі де шығарылмаған. Байқап отырғанымызда елімізге қоныс аударушылардан гөрі шетел асып кеткендер саны артып отыр.